Сіз туризмді ұнатасыз ба? Жаңа елдер, жаңа әсерлер. Достарыңызға осы байынсыз өмірде сіз бірдеңеге тұратыныңызды көрсету үшін әлеуметтік желідегі фотосуреттер. Бірақ біздің заманымыздағы туризм демалу немесе адамның еркін таңдауы емес. Бұл қажеттілік. Адамдарға өздеріне керектің бәрінен бас тартып, ақша жинап, жаңа елге кету өте маңызды. Өйткені, егер олай болмаса, онда көбісі өздерін толық емес сезініп депрессияға түсе бастайды. Тұтастай алғанда, олар жай қарапайым демалушы еді, бірақ олай демалу өте қиын. Қазіргі уақытта бос уақыттан өмірден рахат алу шындыққа жанаспайды. Туризм тұтынушы адамның өмір салтында болып кеткендіктен 21 ғасырдың құндылығына айналды. Бірақ ол күткен еркіндікті бермеді. Ол адамды өзіне бағындырды. Сонда да туризмнің біздің уақытымызда еркіндікпен үйлеспейтіндігінің және демалысқа ұқсамайтындығының себептерін қарастырып көредік. Сәлем замандас. Сізбен бірге Ерназар. Менің қарапайым каналыма қош келдіңіздер. Жалпы адамдар не үшін демалысқа кетеді? Егер біз рутинадан және әдеттегіден сияқты фейк жауаптарды алып тастасақ, онда біздің қоғамда бір ғана себеп бар. Бәріне 2 аптада N қаласында қалай ақша жұмсай алатыныңызды көрсету үшін. Бірақ бұл да мотивация емес қой. Сонда осы сүйікті Еуропаға немесе Үнді Қытайға бас көктеп жүгіруге бізді не айдайды? Елестетіп көріңізші, біздің балалық шағымыз. Өміріңіз достарға толы. Терезеңіздің астында аулаңыз, қалтаңызда кішкене ақша. Осында керемет жерден кеткіңіз келе ме? Жоқ, сіз ата-анаңыздан қалуыңызды өтінер едіңіз. Сізге француз ривьерасы немесе итальян альпісі да қажет емес еді. Ол бала болғандықтан емес, өз өміріңіздің иесі болғандықтан болар. Өзіңіздің болмысыңызды ұнатасыз. Өміріңіздің мағынасы мол, өлім мазаламайды, кәрілік жақын емес. Биологиялық сағат зырылдамауда. Өмірдегі оқиғалар мәнді болғасын, одан құтылуды қажет етпейсіз. Сондықтан сол ауладан кеткіңіз келмеуші еді. Бірақ уақыт өткінші, балалық шақтан есейдіңіз. Енді сізге басқа елдегі демалыс ауадай қажет. Паул Тилихтің «Болуға батылдық» деген кітабын білесіз бе? Ескі 50-ші жылдарда шығарылған. Бірақ ол өзектілігін жоғалтпауда. Егер оны оқысаңыз, онда неден қашып құтылғыңыз келетіндігін біле аласыз. Ол өміріңіздің мағынасыздығынан құтылу. Туризм тек қашу иллюзиясын береді. Жаңа жерде, жаңа әлемде көптеген жаңа мағыналар пайда болып, жаңа сіз ақыры еркін тыныс ала алатын секілдісіз. Бұл иллюзия жұмыс істейді, бірақ оралғаннан кейін шындық қайтадан өз орнын алады. Өйткені сіз Парижге барғанымен өзіңіз өзгермедіңіз. Жалпы экзистенциализм әрқашан адамның 3 күйіне бағытталған. Мазасыздық, өміріне иелік етпеу және шынайы өмір сүру. Әрқайсымыз мағынасыз әлемде жалғыз болғандықтан, бізге ақылға қонымсыз ерік, сөзсіз өлім және өзінің жеке басынан үнемі алшақтау берілген. Бірақ егер сіз өз өміріңізге ие болып өмір сүрсеңіз, онда болмысыңыз мағыналы болмақ. Бірақ біз әрқашан ләззат алуға, бәрін жеңілдетуге ұмтыламыз. Өзіңізбен және өз өміріңізбен жалғыз қалмау үшін құлаққа наушникті тығып, көзімізді экранмен басып, тәнімізді басқа елге немесе қалаға апарамыз да жүреміз. Қазір сіз мынау не мыжып отыр деген шығарсыз. Бірақ мен осы ойыммен жалғыз емеспін. Зерттеулер бар. Мысалы, Смит пен Келлидің мақалалары. Сауықтыру туризмі, туризм және рекреациялық зерттеулер деп аталады. Мұнда біз саяхатқа құмар адамдардың мотивтері көбінесе өз өмірлерін мағынасыз, алшақтаудан, көңілсіздіктен және экзистенциалды мазасыздықтан аулақ болуға деген ұмтылысқа айналатындығынан көреміз.
Демек, егер бізде бұл сезімдердің пайда болуына ықпал ететін қоршаған орта болмаса, біз демалысқа асығуға ондай құлшыныспен қашпас едік. Біз қазір осында өмір сүретін едік. Осы тұрғыда Эрих Фромның «Бостандықтан қашу» кітабы еске түседі. Өйткені бостандық адамның шынымен еңсесін көтертпейді. Дәстүр, қоғам немесе мемлекет жүктемеген өз шешімдеріңізді қабылдау өте қиын. Жеке өміріңіз сияқты қарапайым мәселеде де шешім қабылдауға жауапкершілікті алу өте қиын сияқты. Ойланып қараңызшы, қалай дұрыс екенін және оның қалай қоғаммен қабылданғанын білмесеңіз, егер біз виллада жатып демалу барлық табысты адамдардың белгісі екенін білмесеңіз, егер айнадағылардың барлығы қай жерде болғанын, қанша елге барғанын мақтан етпесе, онда біз жарты жыл қаражатыңызды үнемдеп, кейін Инстаграмда бір-екі фотосурет түсіру туралы ойланбас па едіңіз? Иә, кейбіреулер шынымен ел, орман, даланы адамға бардым деп айту үшін бармайды. Бұл ақылға қонымды осознанный туризм деп аталады. Ол өте сирек кездеседі. Иә, осы қазір әркім өзін-өзі өте сирек кездесетін үлгі деп ойлады ғой. Бірақ одан да сіз өз еркіндігіңізді шеңберден тыс, қалай болу керек деген қоғамдық ойдан тыс өткізгіңіз келетініңізді ойланып көріңізші. Бұл қиын. Сондықтан рецепті ұсынайын. Ең бірінші сіз Тилихтің, Фромның немесе Франклдың кітабын аламыз. Қалған ақшаға шай мен тоқаш сатып аламыз да оқимыз. Осыдан кейін біз қоғамда демалысты қалай өткізуге байланысты қалыптасқан стереотиптерді жоққа шығарамыз. Біз өзімізді иеліктен шығарып, мағынасыздықтан, аңсау мен жалғыздықтан аулақ боламыз. Сөйтіп, еркіндігімізді қорықпай қабылдай бастаймыз. Отбасыларыңыз аман болсын.